Сәлем достар, бүгін банка жабамыз, яғни қысқа дайындық, қияр басамыз. Қиярды суға салып қоямыз 3-4 сағат осы ыдысқа. Тазалап жуамыз. Бізде газда суды қайнатып қоямыз. Ыдысымызға сосын банканы булаймыз. Қиярды осып екі шетін алып тастаймыз, тазалап жуамыз. Мына укроп и хрен жапырақтары. Банкамыз ыстық, мына буланған банкіге 2 чеснок, жапырақ, хрен жапырағын, укроп саламыз. Бұрыш салуға болады, капуста салуға болады. Қалауымызша. Мен бұрыш салдым, көріп тұрғандарыңыздай қияр салдым. Осы қиярларды рет-ретімен әдемі саламыз. Және лавровый лист 1-2 жапырақ салсаңыз жетеді. Қара бұрыштан 1-2 саламыз. Қиярды тығыздап саламыз. 2 литрлік банка менде. Ыстық суымызды құямыз. Толтырып құямыз бет-бет. Сосын крышкаларым менде тоже буланып тұрды. Бетіне жауып қоямыз. Осылай бәрін жасап шығамыз. Құйып қоямыз. Сосын 25-30 минут қоямыз. Содан кейін қайтадан суымызды төгіп, осы суды қайтадан қайнатып құйсаңыздар да болады. Таза су құйсаңыздар да болады. Тұз, 2 литр банкіге 2 қасық тұз саламыз. Қант 1 қасық саламыз. Сосын аспирин 2 аспирин саламыз. 2 литр банкіге 2 аспирин. 3 литр банк болса 3 аспирин саласыздар.
3 қасық тұз саласыздар. Суды құямыз. Толтырып құямыз. Бетпе-бет, өйткені банканы жапқаннан кейін су тартылып қалуы мүмкін. Сыртына шейін толтырып құйып, крышканы жауып, осындай закрывашкамен де қатты бастырып жабамыз. Қалған банкілерге тоже сөйтеміз. Судың бәрін төгіп, 2 қасық тұз, 1 қасық қант и аспирин саламыз. Уксус құймаймын мен, осы аспирин ғана салам. Өте күшті хрустящий қытырлап тұрады қиярлар. Осы рецептпен жауып көріңіздер. Уксуссыз дәмі де күшті болады. Міне осылай әдемі банкілер пайда болды. Жасап көріңіздер. Сосын міне осылай орнын дайындап, аударып қоямыз. Бір күнге аударып қойсаңыз, бір түнге аударып қойсаңыздар болады. Ертесіне алып, қайтадан орнына кері аударып қоямыз. Сосын дайын болғаннан кейін погребке салып, сақтайтын жерге сақтап қойсаңыздар болады. Үстін жауып қоямыз одеялмен. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар.